Долкун террористерге арналған атақты Гуантанамо абақтысында азапталған жерлесіміз. Таблиғи жамағаттан басталып, өзі мұсылман емарақта 200 дүние деп дүние ақша үшін сатып жіберетіндер бар. Ол таблиғи жамағат ұйымының дағуатына еріп, Пәкістандағы бейресми марказдарды паналады. Ал пуштундар оны тірі тауар ретінде ақш әскеріне сатты. Қызылшарық елді мекені Алматыдан 150 шақырым жерде орналасқан. Ауыл халқы аңқау елге арамзалығын тықпалайтын деструктивті діни ағымдардан шошып қалған. Себебі 23 жыл бұрын таблиғшылардың дағуаты тыныш жатқан елді мекенді дүрліктірген еді. Таблиғ жамағат дағуат шақырған адамдарды Алла жолға шақырамыз деп не алды, соның несібен теченемсе кетіп қалдық қой. Жағдайым болмаған уақытта солар әмді көмектесімін деген соң үйреніміз жарайды, үйренейік кімді не қылып бардық қой. Бұл 2001 жылдың жазы болатын. Көше кезген тобыр мектепті енді бітірген Долкуннан кәлиме айтуын талап еткен. Дойыр догмамен Пәкістанға сүйреп әкеткен. Сопылық ағым ғой. Өзінің қойылған жаңағы 26 тәртібі бар. Сол тәртіптің айналасында ғана жүреді. Дағуатта жүрген кезі бұған бір экстаз алғандай сезімді. Діни білімсіздіктің салдары ғой. Таблиғи жамағат негізін қалаушы Үндістанның Кандахла ауылында дүниеге келген Мұхаммед Ильяс. Ұйым атауы араб тіліндегі әт-таблиғ сөзінен шыққан. Ағым жақтастары ғылым білімнен махрум. Құран оқымайды, фиқх, ақида және хадис ілімдері сынды ғылым салаларын меңгермейді. Долкун дағуатшылардың кеңесімен даналықты ғылымнан іздемеді. Бейресми марказды қанаға тұтты. Тобыр ұсынған уды жұтты. Деструктивті ағымдар деп айтқан кезде олардан бір сипаты дінімізде айтылған бір тақырыпты приоритет жағынан орысша айтқан кезде бірінші орынға қояды. Таблиғ жамағатта бірінші 4 күнге, кейін 40 күнге, кейін 4 айға өз тұрғылықты жерден кету керек. Дүниені тәрк етумен қатар құрбан деген нәрсені бұл ұйымда бірінші орынға сатыға қойып түсінігін алмастыратын еді. 2001 жылдың 11 қыркүйегі бұл дата әлемді ғана өзгерткен жоқ, Долкунның да өмірін тас-талқан етті. Сол жылдары Ауғанстанды мекендеген Әл-Каида террористік ұйымның жанкештілері Нью-Йорктегі бүкіл әлемдік сауда орталығын жарады. Алып держава қаһарға мініп қарсы соққы жасайды. Бас сауғалап қашқандардың арасында Долкун да болған. Жерлесіміздің айтуынша, пуштундар сырттан келген студенттерді ұстап алып, ақш әскеріне әрқайсысын $5000 сатып жіберген. Шейх деп білеміз ғой, ол ғалымдық кісі, сол Құран өтемін деді, соларының несібден жүріп ақша үшін, не үшін бәрін сатып жүр, содан ғой. Ол дұрыс емес, жарылыс сол адам, бір адамның Құранда айтылған ғой, бір адамды сіз нахақ өлтіріп қойса, не қылып қойса, сол себеп болсаңыз, бүткіл адам затты өлтіргендей сондай күнә болады. Террорлық актіге қатысы бар деген айыппен 20-дан аса күдікті Гуантанамо түрмесіне жеткізіледі. Ланкестер тізіміне Долкун да ілігеді. Ол 8 жылға жуық уақыт күннің көзін көрмей азапталған, бірақ қылмысы дәлелденбеді. Керім Бакиев дипломатиялық қызметтің араласуымен елге оралды. Айтарым жастарға сол, әлем алами десеңдер, әлем алами десе, мешіттеріміз бар, Аллаға шүкір. Мешіт келіңдер, имамдарымыз бар, муфтият бар, қазақ десмандар. Соларын алыңдар. Арабша үйренемін десеңдер ме? Бар ғой, қазір. Нұрым бар, медресесі бар. Егер шет елге шығамын десеңдер, медресе келген, оқуға келген, сондай алданып қалған, бірлер сондай көп алданып қалған ғой, не қылып. Осылайша талай тағдыр сыртта діни сауат ашамын деп талқандалды. Хабар ошарсыз кеткендер де көп. Долкунның анасы да сол тізімде. Олын іздеп Пәкістанға аттанған кейуана ұшты күйлі жоғалды. Анамды көргім келеді, іздеп сағынды қамды көргіміз келеді, бірақ қазір хабар жоқ. Таблиғтардың дағуаты Долкунды анасынан айырды.
Гуантанамо тұтқыны деген айдарды теліп қойды. Алғаш рет сұхбат берген ол таблиғи жамағат экстремистердің тұзағы деген ойын қоғамға жеткізуді сұрады.